Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Қанат ағай 5-ші сынып математика жиынның элементтерді, жиындарды кескіндеу тақырыбына бүгін сабақ өтетін боламыз. Жиын дегеніміз мысал алатын болсақ, мысалы жиынға қарапайым мысал Қазақстан қалаларының жиыны. Оған мысалы Астана, Ақтөбе, Қарағанды, тағы сол сияқты қалалар кіреді. Бұл шектеулі, Қазақстан қалаларының сан шектеулі жиын болады. Ал мысалы бізге натурал сандар жиын дейді. Натурал сан n әрпімен береді. Ол бізде санайтын сандар деп айтамыз. 1, 2, 3, 4, 5 деп шексіз кете береді. Бұл шексіз жиын. Ал мысалы бізге жұп сандар жиыны десе, жұп сандар жиыны 2, 4, 6, 8, 10, 12 деп кете береді. Енді тапсырмаларды қарайық. Жиынның элементтерін атаңдар дейді 180-ші тапсырмада. Бірінші жұп сандар жиыны, мен жаңада мысалдар айтқам. Бірінші жұп сандар жиынына элементтері 2, 4, 6, 8, 10, 12, тағы сол сияқты кете береді. Екінші тақ сандар жиыны десе 1, 3, 5, 7, 9, 11 деп кете береді. Енді жиынның бірнеше элементтерін атаңдар дейді. Жай сандар жиыны. Жай сандар жиыны, мысалы, бізде ең кіші жай сан 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 деп кете береді. Әрі қарай екінші тапсырманың біріншісі екен. Екінші тапсырманың екіншісінде құрама сандар жиыны. Құрама сандар жиыны, мысалы, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 деген тағы сол сияқты кете береді. Әрі қарай жай санда, құрама санда болмайтын сандар жиынына бұл жерде 1 жатады. Мысалы, жай санда болмайды, құрама санда болмайды. Және теріс сандар деген бар. Теріс сандар жатады. Мысалы, -5, -4 деген сияқты. Әрі қарай 10 саннан еселік болатын сандар жиыны. Яғни 0-мен аяқталатын сандар бола береді. Ол 20, 30, 40, 50, 60 деген сияқты кете береді. Әрі қарай 37 санының бөлгіштерінен тұратын жиын. 5-ші 37 санның бөлгіштері 37 бізде жай сан болғандықтан 1-ге бөлінеді және 37-ге бөлінеді. Бұл шектеулі жиын. Енді әрі қарай 781-ші тапсырма жиынның бірнеше элементтерін атаңдар дейді. 781-дің біріншісінде өлшем бірлік, ұзындық өлшем бірліктері. Ол ұзындық өлшем бірліктері сантиметр, метр, километр, миллиметр, дециметр, тағы сол сияқты. Масса бірліктері дейді. Масса бірліктері грамм, килограмм, тонна, тағы сол сияқты центнер деп кете береді. Үшінші аудан өлшем бірліктері. Және ұзындық өлшем бірліктерін квадратын көрсете қоямыз. Метр квадрат, дециметр квадрат, мысалы. Келесі көлем өлшем бірліктері. Көлем өлшем бірліктері енді осылардың кубтары ғой. Сантиметр куб, метр куб, дециметр куб деген сияқты. Осылар көлем өлшем бірліктері. Әрі қарай 782-ші тапсырма. Жиынның атауы бойынша бірнеше элементтер атаңдар дейді. Көліктер. Бірінші көліктер, мысалы, трамвай, трактор, автобус, барлық көлікке жатады. Әрі қарай екінші жиһаз. Жиһаз мектептен алатын болса, парта, стол, шкаф, кете береді осылай. Әрі қарай үшінші мамандық. Мұғалім. Мұғалім мамандығы. Дәрігер. Электрик, мысалы. Құрылысшы деген сияқты кете береді әрі қарай.
Төртінші елді мекен. Елді мекенге ауыл жатады, қала жатады, аудан жатады, тағы сол сияқты кете береді. Кент дейді, тағы ары қарай кете береді. Әрі қарай келесі 783 тапсырма дұрыс жауаптың нөмірін көрсетіңдер. 3 санына есерік болатын жиынның элементі дейді. 3 санына есерік болатын сандар деген 3-ке бөлінетін сандар бізде цифрларын қосындысы 3-ке бөліну керек. Біріншісінде бізде цифрларын қосындысы 9, 1-1-ден 9 беріліп тұр. Онда 9 3-ке бөлінетіндіктен 11111. 111.111. Екіншісінде цифрларын қосындысы 8 бұл бөлінбейді. Үшіншісінде цифрларын қосындысы 7 бөлінбейді. Қосындысы 4 бөлінбейді. Қосындысы 5 бөлінбейді. Әрі қарай 9 санына есерік болатын сандар. Біріншісі цифрларын қосындысы 11 бөлінбейді. Цифрларын қосындысы 10 бөлінбейді. Цифрларын қосындысы 9 бөлінеді. Цифрларын қосындысы 8 бөлінбейді. Цифрларын қосындысы 7 бөлінбейді. Әрі қарай келесі 4 санына бөлгенде қалатын сандар жиын элементтерін көрсетіңдер. 4-ке бөлгенде 3 қалдық, 2 қалдық, 1 қалдық, 0 қалдық қалады. Толық емес, толық емес, толық емес. Қалдықтардың тізімі 3, 2, 1, 0. Келесі 784. 3, 7, 9, 11, 15 сандарының қайсысы 14 сандарынан кіші, және 4 санда бөлгенде 3 саны қалдықта қалатын. Бірінші 3, 7, 9, 11 сандар 14-тен кіші. Және 4 санына бөлгенде 3 қалдық қалатын. 4 санына бөлгенде бұл емес. 4 санына бөлсек 5 қалдық қалады. 4 санына бөлсек 7 мен 11 шығады. 4 санына бөлсек 3 қалдық қалады. 8 санына 4-ке бөлсек 3 қалдық қалатын. Сандар жиыны 7 мен 11 екен. 785. 0, 5, 9, 15, 20 сандарының қайсысы 15 санынан артық емес. 5 санына бөлгенде 0 саны қалдықта қалатын сандар жиын элементі болады. 20 15 санынан артық болып кетеді. Және 15-ке бөлгенде 15 санынан артық емес. Және 5 санына бөлгенде 5-ке бөлгенде 9 5-ке бөлгенде қалдықпен жатады. Қалдық болмайтын 0. 0-ді 5-ке бөлсек 0, 5-ті 5-ке бөлсек 1, 15-ті 5-ке бөлсек 3. Сонда 15, 5, 0 деген сандар осы жиынның элементтері болады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.